Aynalayın balamam. Sen böyle aynalayın kalaysın ay. Normal. Ay kalayacağım ha. Ay balam. Normal değil böyle. Ay sen ay bir haberleşmesin be ha. Bir haberleşmesin ben baba gelgende kütüp almaysın be. Жұмыс қой, сұқпана, қол тимейді. Kalaysın aynalayın. Sen özün sağın be yen olmasa şeşenden obal koy ya. Şeşen haberleş bir haberini aytpaysın. Қайда? 5 yıl деген 5 yılda bir haberleşmeyin. Жұмыс қой. Bırak Rezvan'ı ne de görürsün kanday жұмыс ol ha. Hey, şişen var ha деп oylanbaysın be. Ha? Kanday жұмыс ol bizde umuttırış veretinde. Şeşenden obal күнде жылайды. Қайда? Жүрән әр есіктің бәрін сығалап, сені таппай жүрміз ғой бөлініп. Әр қайсымыз. Ой, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Sonra Bağırcan balam sağan rahmet aynalayın. Mine semköleriniz. Sağan rahmet, örgönün ölsün. Balanızı gördünüz mine. Taptınız. Hani deş vayım çok çıkar. Allah şaktasın aytör, bär yen vayım, bär artta kaldı yen balaga jettik Allah'a şükür. Bırak endi bir problema bir demek olsa bana haberlasınız mı deptirdi, öyle mi? Kuday şaktasın problema yen. Balamızga keldik, endimizge tağda tömpeşik bak görünedi koy yen. Ancakta жаңа apam balasını görüp, көз жасы көл болып атқан. Sırtlama. Yek sağa cılaydı oğlum bilirsin koy. Al jaksı rahmet aynalayın. Ömrünü jakmasın. Болды. Ya mene kele geldir bak. Жақсы апа, сау болыңыз. Рахмет саған, айналайын. Көп жақта, Allah şağanның рәтін көр. Қалай ал, көжайын болды ма балаңды көр. İnşallah. Қара, міне аман не сен айттың Болды, ғой. жыламас ішкерді. Ben de түсінбей, көр жеттім ғой балама, жеттім ғой. Түсің болса екі рет шошып оянатын ғой сен. Көрттірсің ғой, аман, ден сау. Ой балапаным-ау, көп кішкентай, ой құлыным-ау. Болды. Қайда қолын жалбыраған айғыр болыпты ғой тұрған. Қолын. Өзгеріп те басқаша баба. Қартайып кеткенсің ба солшы? Ой, қайда қартайған? Сақал қауқиып, Ой, сұлла ғой, алхамдулилlah. Ай canım әшейін, өзің айтшы тамақтанып жүрсің бе? Азып кетіпсің ғой. Азып кеткенде. Тойған қозының қарны жаққан бейіп апты ғой қарын дегенде. Үйленген жаққан келін бағып жатыр ғой дейм, а? Vay bu, есімден шығып кетті. Кешір айналайын, шырағым, құсын құтты болсын жаным. Бақтың өңдір. Hey canım әшейін. Bir haber versen bolar edi. Үйге келсең үйленdim деп келсең bir markayıp kalmayımız bak. Koşu. 5 yıl körüşlerin derdi ötürküşü olduk. Bağda жұмыста. Kendi жұмыстан жібермейді. Endi keldik, koy болды, koyşаш. Жоқ, керегі жоқ бұл. Қайда, келін қайда? Бөлмесінде. Uyalып отырған шығар. Біз де кішкенемін әкең екеуміз ыңғайсызданып тұрмыз. Айт, ұялмай шыға берсін. 5 yılda ne? Жоқ, ой, сұқпана. Құран оқып отыр ол. Әлі шықпайды ол. Құран оқып отыр. Жақсы. Құран деген жақсы бала. İmanlı болсын, жақсы ғой әнің. Бірақ енді әке-шеше келгенде кішкене сәлем салып құрмет көрсетіп қарсы алып дегендей. Қойшы қайтерсің. Өзі бізді 4 жыл бойы көрген жоқ, оңай ма? Енді кім келмеді? Есікті жауып қойдық па біз? Болды келсеңдеп болар еді. Күтіп той жасап, күтіп болар еді. Бастамаш өзі балама әрек дегенде, 5 жыл дегенде жеткенде. Күндіз-түні баламды күтемдім. Көз жасым көл болды. Ой, сұпқана жылай бермеңші. Жылайтын кез келеді ауыз біле. Жыламаңыз болмайтын. Құдай сақтасын. Дұрыс сөз айтпала. Өткенде өзің звондағанда жүрегім жарылып кете жаздады қуаныштан. 4 жасар немерем бар екенін білгенде, үйленгеніңді естігенде. Білесің ғой, сен хабарласқаннан жылады, тоқтаған жоқ. Жылау да жылау. Үйді ойлабым, ауылдың бәрін шайып кететін шығар деп шас. Білесің ғой, жылауып қой кешен. Өзің де жыладың ғой? Мен жылаған жоқ, естігеннен шыққан жоқ. Пистолетімнің оғы бітіп қалды. Біткен жоқ, сен оқтасай оны. Оқтайсың, аташын. Көрдің ба? Дәлдеп ат. Немерем ба? Немерем, сдаюсь. Ой, немерем. Ой, Ой, немерем. Қара жой, мына жарда жігіт көпті ғой. Canım
Kalyoy. Yön. Kulağından, gözünden, burnundan aynalı. Tura aynı mağa takıyorsun. Murnun ağaçlarına tartıp etken. Ha? Koysa böyle can dost koy. Hey, ben burnuma tartsak gene kıysık olar yani. Ana gel kal. Senin aldına otursun hop. Kale bismillah. Al, tanıştık. Sen bizi tanımagan çıkarsın. Senin ajen bolat. Ha, ajen bolat. Atыңды айтсай, Atın kim? Ha? Atın kımayını Allah. аузың жоқ па? Ой, Субхан. Жандос ибн Юсуф. Жандос ибн Юсуф деймін. Юсуф ибн Жандос, Жандостың ұлы Юсуф. Ya can dost. Yusuf deydi. Yusuf degen batır. Mana Gön. kanday keremet at. Peygamberin adı koy bu la. Yusuf peygamber. Oy, atına zatın say borsundan. Hani karasın. Kalın değişken. Kel. Va bileği tora atasın mı ne? Hani şaban dost. Yerden kok var şabasın mı? Ne mana gördün mü? Hadi. Atın kim? Yusuf. Ruhun kim kan? Ruhundayız. Bilmeysin ba? Bilmeysin ba? Beni kara. Oy. Buna senin ajen, papanın maması Acar bulat. Benim Acar. adım Cumabek. Atan senin. Papan babası mı bu? Cet atan benim bilip hazır. Atan üretet, ben üretet. Ata menajiye geldi degençe talim terbiye geldi desek. Mene. Senin adın Yusuf, cet atan jatta bulayı. Olan kıyın Can Dost, Can Dost'tan kıyın Cumabek, Cumabek'ten Sersenbek, ben Sersenbek'in alımdan mene Yergenbek, Osloy mene arkada Cet atanın benden жақсылап жаттап алсаң. Астағфиралла. Керек жоқ ауыз биле. Cet atasın jattatып al. Астағфиралла, айтпаңыз ондай нәрсені. Үйретпепсің ғой сен. Керек жоқ, айтпаңыз. Керек жоқ, жет ата, мет ата, ру, айтпаңыз ауыз биле. Әкесінің атын, атасының атын білет, субханалла, бол жетеді. Зачем баланы басын улап ауыз биле? Улау дейін ба? Cet atasın bilgen, ata babasın bilgen dұрыс емес пе біз? Ода тұрған не бар екен? Керек жоқ, ата баба, мата баба, анау, сүйек шіріп біткендер не керек? Зачем? Ой алла балам, аруақтарға тіл тигізбей ақ қой. Астағфиралла. Әруақтан немене қорқасыз? Не біреуге, не өзіне зиян келтіре алмайды ауызы біле. Одан сұрауға да тілеуге де болмайды. Астағфиралла. Ширк. Сонда айту керек пе? Субханалла. Сиркінес. Айтақ ширк дейді, отыршы білмесең араласпай. Балам-ау, ешкім әруақтан сұрап тілеп жатқан жоқ. Бәрі білет, қазір көз ашық еді. Бәрін беруші Алла, көруші Алла, ризық беруші бәрінде, беруші азаптаушы, азаптан құтқарушы, бәрін же жаратқан Алла, содан ғана тілеу керек, содан сұрау керек. Бәрін біледі оны. Ал әруақ деген ол сенің ата бабаң, оларды білу міндетіміз сен. Жет атасын білмеген жетесіз деген бар. Тегін білген тексіздікке жатпайды болар. Соларды білсек, тарихыңды білген боларсың. Бәлки солар сияқты батыр болар ертең. Ақын болар, хан болар, би болар. Қазақ. Сен қазақсың, сенен туған бала қазақ. Сол қазақты бабамыз білуіміз міндет қой. Қайда қазақ? Қазақ емес ол, субханалла. Не деді? Мен де қазақ емеспін. Біз ұлтқа бөлінбейміз. Біз альхамдулилля мұсылманбыз. Солай ма, Юсуф? Ya baba. Солай болу керек. Ай, мұсылманбыз бәріміз не болды енді? Мен сенің сөзіңді түсінбей тұрмын. Жарайды, Не айтып қойшы. кеттің сен? Керек жоқ, субханалла. Жандос, шырағымда сөмкөлерді келі, Жандос балам, мына сөмкөлерді әкелі, Юсуфке ауылдан әкелген дәмдерім бар еді. Қайтесің, қойшы болды. Енді мен жаман нәрсе айтып жатырмын. Өзім үйретсем керек. Ақшына келді. Араласпа деп осы. Жастар өзі білет деп кезіне міне енді. Әкеңде қой ақша, әкеңде. Ақшаны бересіз ба? Берем. Ақшаны. Ақша керек. Ақша керек кезде. Әкеде керек, шешеде керек. Мә. Ал. Осы ақпа не?
Balam, sen akşa gerek degenge әкеңтіп үйдегі ескі сандықтарға дейін сатып жібер. Бәрін саттық, бірінде қалдырған жоқпыз. Үй бәрі кетті. 2,5 миллион керек дедім, соған бердім. Артығын алған жоқпын. Өзіміз де алған жоқпыз. Ассаламу алейкум, ахи. Все, я деньги нашел. Ой, canım. 2 лимона. Gel. Atası. Alhamdulillah. Қайда? Долларға, иншалла. 1 сағаттан аэропортта. Иншалла, ахи, Аллах жолында ғой. Жаннат, иншалла, ахи. Жаннат. Иншалла. Мен Алматы қаласындағы Сатпаев көшесіндегі жаңа алаңда орналасқан үйлерде өстім. Дәл сол жерде 86 жылы 16 желтоқсан күні болған тарихи оқиғаны барлығымыз да білеміз. Бірақ дәл сол жерде өсу және де өмір сүру деген бір бөлек. Ата-бабаларымыз осы тәуелсіздікті армандады. Сол үшін мен мақтанамын, қуанамын. Елімізге тыныштық, ұлтымызға биік белестерге жетуге тілейміз. Қара, Есімжан, мен саған не әкелдім? Қарашы. Ата мынау не? Ол домбыра ғой, домбыра білмейсің ба? Мен саған алып келдім осын. Арнайы немереме деп. Мынаны сен осы домбыраны сен әкеп қатты тартатын. Ол деген тамсанып отыр. Қайсы тоқта саған тартып көрсетеді. Жанды, бала. Юсупқа тартып көрсетші домбыра, бір мәз бақпасын. Домбыраны білмейді екен. Астағфиралла. Көбе. Субханалла. Не істептіз? Не болып қалды? Қолыңа ағаш кіріп кетті бі? Не мынау ауызы білі? Өртеу жер керек мынан. Өздерің күнә қарсындар үшін мен күнәға батырмақсыңдар ма? Астағфиралла. Не дейді Алла сақтасын? Шайтанның әскері болмаңдаршы, ауызы білі. Таста мына домбыран харам, ауызы білі. Алла сақтасын. Кім айтты саған? Ғалымдар айтты. Біздің домбыра туралы айтқан ба сонда? Иә. Алла сақтасын. Қандай ғалымдар айтқан? Ой, субханалла, есіме түспей тұр. Бірақ мықты ғалым айтқан. Мықты ғалым бұл ешкім бұл домбырамен жын ойнақ қып, есінен ешкім таңдырып атқан жоқ. Діннен бездіріп жатқан жоқ. Осымен ақ бабаларымыз оқу жазу сіз білмесе де, бірақ ұрпақтан ұрпаққа осы домбырамен Алланың бірлігін, пайғамбардың хақтығын, тозақ пен жәннаттың бар екенін жыр-термемен жеткізіп келген ғой. Жырлап келген. Субханалла. Сол бабаларында бар ғой. Дұрыс таухид жоқ. Алласын дұрыс танымаған. Бабаларың адасқан. Субханалла. Сақтасын, албасын. Вообще, мына елде бар ғой, дұрыс таухид жоқ. Полный ширк. Кілең бидғатчиктер, ауызы білі. Папа кетіп па? Жоқ, мен екі барып келем, бар, киімің дайындап отыр. Не жоқ дейді, бидай қапшық деймін. Білмейсің бе? Араласпай отыршы. Қайдағы бидай қапшық? Онсыз да миым көтере алмай тұр. Миыма сыйдыра алмай тұр, мұны әңгімесін бәрін. Қорыта алмай тұр. Мынау біздің бала емес, мынау. Қош, қайдағын айтпай. Жоқ, мынау біздің бала емес. Мен баламды білем. Мынаны оқытып тастаған. Ой, кім оқытады? Білмеймін, дуалап тастаған ба білмеймін. Жұмысында бір проблемалары бар шығар еді. Қайдағы проблема? Не деген проблема? Ол миындағының бәрін бүйтіп сыпырып түк қалмаған ғой, түк қалмаған. Не қазақилықтан, не өзіңізді баланы мен танымай тұрмын. Мен не деген сұмдық бір. Уайымдап жүрген. Алмам. Allah. Келін? Ya. Ой, біздің жан достың келіншегі. Жан дост келіншегі. Ой, айналайын шырағым. Бақытты бол жаныма. Әлгі менің шашуым қайда? Ал, шашу. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Неге алмайсыңдар шашу? Алыңдар шашуды. Көп жаса келін жанды. Көп жаса. Ömür yaşımız ak bolsun. Бақытты бол айналайын. Adam құтты болсын. Өрісімізді кеңейте бер шырағым. Біздің әулетті
urfağın jalgaydın. Iya, biz halgi Hani? senderdin İşte- üylengönderingdi estimedik. Aytbese degen avulda dürküret, toy jasaytın nege? Aytma. Kelgenderinde bir ağayın basın qoş toy jasap, Xuda-Xudagıymen çüykölösüp, tanısıp, aralasıp, degende bir sol ende Ne yaptırmız? Kelindir oturumlar. Ya, Oy, oturumlar dastarxanda. abi. Kel avuldan alıp gelgen mene kurtum var. O mene mayım var. Sol senderge de bärini sağ. Mene. Afam öz golmen istegen. Ya, nesinin bär? Qalay, Xuda-Xudagıylar bär. Özün kay jaktan bolasın canım? Местная. Mesne, o jaktan ba jaksı jaksı. Cengiz, Atandan qalay jaksı mı aman ba? Bilmеймін, араласпаймын. Oy, nege aralaşmaysınlar? O bir qalada turup aralaşmağanların kızık ekeniz. Ne qıp? Намаз оқымайды олар. Namaz okumaydı dep atana men aralaşpauga bolam eken çırağım. Kelincan, İyi. ede atana namaz okumaydı dep aralaspay koyuğa bolmaydı. Balam. Bu atana degen ömürdeki en kasiyetli kadırlığımlarının biri koy. Atana degen ol cennetinin kilti. Cuma. Че делаешь, Иисус? Болмай болды ғой. Жүр қол жуамыз. Ata-anaga tuf deme dep Kur'an'da aytkan. Ata-ananın tabanının astında cennetin kıl. Atana rahmet. Şunu men kelin ba? Kelin koy, Yusuf mama dedi koy. Şimdi kim жүргөн bilmegenden keyin bir türlegen. Hoş kaytesin. Endi hazır sen solay çıkar. Cumusuna solay kiyinu gerek çıkar. Aralaşmaz jastar koy özleri. Mene katelik boşurdun dep oylayım. Baybişe. Jastar koy, aralaşma. Jastar özü bilet, özleri görür. Özlerin modusu sonday çıkar, anav çıkar, mınav çıkar. Endi oturumuz mıyımız katıp. Ne moda eken bilmeyimiz, ne jastardın özü eken bilmeyimiz şimdi. Kim eken, ne eken, ne oldu, ne? Ben düşünbüy oturum, mıyım katıp kettim da ben. Elde, ey sodan koy. Ne? Taptım. Nemenege balar rencip jür deyip, kelin nege betin cevap algan. Sındım, rencip jür bizge. Nege? Betaşarga kelmedik koy. Akşa salmadık betaşarga. Salem salmadı. Yani ben gördüm ben. Rencip. Sodan. Yeşten keş şahsı değil. Oy. Varma İyi. sence bir narsa ben cevap verip bastadım. Kanı kasır. Men de bir men atından öz atından dep salışıyorsun. Kaz berek. Durstap düşündürüp aytay. Ay, Gençler başlasın çıkar. Can dost balam toktaş. Balam kes düşünüm. Sen derde kıyın. Aynen balam. Yok. Endi keşirim sorayımız. Sözlerinde eğer kelgende başkaşa bolar edik, bärin başkaşa kılar edik. Ademle bağayının basın korsup, akbatalar nalar edik. Bırak endi mınav Kelincan'a ver. Mınav biz endi betaşarga kel almadık, betaşarga salganımız. Kelin betini açıp salemini salıp jüremez. Estağfirullahsın. Ne güttünüz subhanallah. Estağfirullah. Betaşar bolmagan. Bolmaydı da subhanallah. Menin ayelim Allah'tan başka eşimge bas emeyd. Salem salmaydı. Bilip jirindер subhanallah. Şiir ol. Ülkön kişiге degen hürmet koyar. Hürmetli bu ayakta jasaydı. Rukuk tek namazda Allah'a gana jasalады. Adamga jasalmaydı subhanallah. Sonday Sen kay gelindi gördün ha? Kay gelindi gördün. Ata yenesinin aldına gelgende eğilip durup namazdağıday menin ata yenem pek dep iş kaytarıp durgan adam. Ha? Kanday gelindi gördün rukuk jasap. Ata yenesini uluktap durgan. Bile bilsen bu salem. Salem degen söz. Ey Peygamber aleyhisselamın özü aytkanday.
Salemdi tarqatыңдар, aralarında meyil mahabat oyatыңдар. Осы арқылы imandarыңды күшейтіңдер, jannatqa osымен kiresіңдер de. Қазақ babamız osuna salemdi jik-jiktep, әрқайсына kirетін, jannatqa kirетін jol жеңіл болсын деп, үлкен мен кіші алдында, аға мен іні алдында, ата ене мен келінің алдында осы salemdi jiktep, bölüp berген. Бұл салем. Ой, субханалла, керек жоқ ей. Ассаламу алейкум десе жетеді, субханалла. Тұрсын деп басын дейм. Сонда енді қалған сол еп жетпеген келін ата енесінің алдында тұрып ассалаумағалейкум деп Юсупжан келе ғой, Юсуп айналайын. Салемді тарқат деген сөз қамалы. Келінжан айналайын, Юсуп. Нан қара әжең не әкелді саған, нанның ішінде қазы қарда бар піскен. Міне, көрдің ба, шелпек бар. Жей ғой жаным. Юсуп, мынау сендер Жеме. Мынау Зібілі. Қайдан білесің, дозволено или недозволено, жеме. Не қарап тұрсың? Кет ары, ал кет баланы. Шелпек қой, біз ауылда Құран оқытып, жаңағы Құдай тамақ берген. Керек жоқ ауыз білі. Тастан бәрі жинап. Керек жоқ. Таста харам ауыз білі. Ана қазы қарта етті керек жоқ, субханалла. Харам. Шошқа емес, қой ғой бұл. Қой мені қара, қақтан білеміз ол, кім сойған? Жәнібек қой, өз ауылда, көрші үйдің артында тұрады. Ну что Жәнібек? Жәнібек намаз оқи ма, оқымай ма? Мұсылман ба, мұсылман емес па? Ауыз білі, білмейміз ғой. Тіліңді тарт енді. Артық кетіп тұрсың. Мұсылман ба, мұсылман емес пе деп. Аузында Алласы бар, калимасы тілінде. Осы қойды сойса да, бисмилля Аллаху акбар деп сояды. Субханалла, мен сендерге реально достоверно айтайын. Ученыйлардың айтуы бойынша намаз оқымайтын адам кәпір, ауызы білді. Алла шақтасын, тіліңді тарт деймін саған. Біле білсең, кімде кім ла иляха илlallah Мұхаммаdur Расулаллах деп айтатын болса, ол мұсылман. Оған сен ештеңе істей алмайсың, не деп тұрсың сен? Ал енді намаз оқса, Алланың бір парызын орындап, үлкен сауапқа кенелер. Намаз оқымаса, ол күнәһар болады. Кәпір болмайды. Сен Алланың ісіне араласпа. Мұсылман кәпір деп бөлетін тек Алла. Егер сол кәпір болмай шығатын болса, сол сөз саған айналып қайта келеді. Абай бол тіліңе. Бұл мәселе талқыланбайды. Ғалымдар айтты ма, кәпір ауыз білі. Қандай ғалымдар айтып жүр саған сол? Айтшы маған, мен бар көрейінші, сөйлесейінші, көзбе көз отырып көрейінші сол. Кім ол? Имам ба, кім өз? Қазақ па өзі? Қазақта ғалым бар деп кім айтты? Қазақ емес ол. Қойыңдаршы бұл. Бәсе, қазақ емес адам қайдан білсін? Қазақтың әдеп ғұрпын, салт дәстүрін. Қазақтың әрбір салт дәстүрі тек дәстүрде емес, түбі айналып санау діңгегі дінде байланған. Бабаларымыз соны бойына сіңіріп өскен. Бар негізінде қазақта ғалым жететмеді. Тек сен солар тыңдамайтын көрініп тұр. Мешіттеріміздің есігі ашық. Білім алғың келсе, неге солардан отырып алмайсың? Неге сұрағын сұрамайсың? Міне, қанша жамағатта жүріп, сол имамдардың алдында сабақ алған бір баланы естімеппін. Сен құсап әке шешесін осылай ақырындайтын. Осы жолынан адасты деген адамды естімеппін, көрмеппін. Білмеймін, сенің учениларың не үйрететін саған? Тоқтат, субханалла. Тыңдамайм мен оларды бәрібір. Сұрамайм да. Білім жоқ оларда ауызы білі. Кім айтты саған білім жоқ деп? Білім болса мынандай сақал қоймай ма? Алла сақтасын, сақалына қарап, мынау білімді білімсіз деп сипаттайтын сенен көрдім, біле білсең ауылда арақ ішетін, шошқа жейді, құдайын танымайтын Володя деген орыс бар, сақалы мынандай оның. Сонда соның артынан еруіміз керек па? Сол білімді ба сонда? Сақал қойдың ба? Сүннетке сай қылдың ба? Болды. Сен оны біліммен есептеме. Не айтып кеттіңіз ауызы білі? Не айтып кеттіңіз? Енді саған бәрібір болып тұр ғой. Әйтеуір қазақ туралы жаман сөз естісең, соған мәз болып тұрсың. Сенің намысың жоқ екен, мен саған айтайын. Жүрегіңде бір түйір махаббат жоқ мына елге деген, Сен, жүрегіңде бір түйір махаббат жоқ, отанды сүю иманнан деген. Жүрегіңде кішкентай болса, иман болса, мына ел сүйер едің. Осы елдің нанын жеп, суын ішіп атсың, Сөйте келе осындай әңгіме айтасың сен. Отан. Сол отанмен осы уақытқа дейін бір тиын алған емеспін. Алмайым да. Маған беріп жатқан Алла, альхамдулилля. Солардың тапқан табысы, жеген тамақтарының барлығы харам ауызы біле. Тіліңді тарт. Шеттерінен бейнамаз. Кәпірлер.
барлығы тұрған жерінде қылсаң ғой шыққан ала. Akasa koy aynalayın. Akasa boz aşık bas. Şandos ekenge kol gösterme Şandos. Bu da senin kolundan geliyor doğru değil sana. Şandos aynalayın. Firallah. Сендерді якишчен барына өкінем. Өкінесің. Senin өкінісің белгілі. Қазақ болғаныңа өкінесің сен. Әке-шешеңнің біз болғанына өкінесің сен. Ақылды болсаң, соны неге менің белімнен шықпай тұрып, анаңның құрсағына түспей тұрып, мына жарық дүниеге келмей тұрып айтпадың ба? Мен қазақ болмаймын. Менің әке-шешем бұлар болмасын деп неге айтпадың сол кезде? Ол менің қалауым емес, ол Алланың қалауы. Міне, Алла қалады. Алла біледі, сенен жақсы біледі Алла. Кімге кім болып туылу керек екен, кімнен туылу, қай жерде туылу керек екен, Алла сенен жақсырақ біледі. Біле білсең Алла, сол Құранда өзіне ескертеді, оқығанда шығарсың. Біз сендерді бір ел бір еркектен жараттық. Ұлт-ұлтқа ұлысқа бөлдік, бір-бірлеріңді жақсы тану үшін деді. Алладан ақылды болғың келе ме? Мен сендерге бірақ нәрсе айтайын. Тәубеге келіңдер. Тәубеге келіңдер, ауызды белі. Тыңдамайым. Тыңдамайым. Не айтсаң да тыңдамайым. Айт, тыңдамайым. Аятты айтқанда айыбың ашылайын деді ме? Шүпқа саласың. Жүрегіме күмән саласың, ауызды Күпірлік белі. қылма. Ей бала, күпірлік қылма. Сөйлей бер, тыңдамайым мен сені. Тыңдамайым. Алланың берген Мәриям, Юсуп, жүр. Қайда кеттің балам ау? Шетелге. Шетелгесін бе? Тоқта. Келін жамайын. Ақылға кел, тоқта бала. Тоқта дейм, ақылға кел. Айналайын балам. Қайда шықтың? Алла жолында жихатқа. Алла сақтасын, тоқта есіңді жей бар. Сендер отыра беріңдер, қолдарын қусырып, ар жақта мұсылмандар өліп жатыр. Мұндай кәпір мемлекетте өмір сүргенше, мұсылмандардың арасына барып өлгенім артық. Тоқта бала. Тұр демесін. Жіберілмей. Жібермейін балам, жібермейін. 5 жыл дегенде өзіңе әрең жеткенде. Тастап кетпеш балам. Сендерден де маңызды шаруалар бар. Ай! Ақылға кел бала. Жүр бол. Юсуп, балам. Жоқ, немеремді жібермей. Бермей. Балам. Есіңді жей. Ай! Балам ау. Жалғызым ау. Кімге тастап кеттің? Құдай ау. Жарығым ау. Не болып кетті, Құдай ау. Allah yolunda gihat. Üstünden atlap öttün be. Allah'ın cennetinizde ata-anasını üstünden atlap ötmedi. Endi ne isteyim ol balam ol. Ne Hayırsızdır. bok gitti buna zamanay. Zamandı sökme. Balandı sök. Hayırsız bolgan ırpak. Allah özüm tora yolundu görset oğlum ya Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ай мұнарда мұнар күн мұңымды біреу қарма. Көздегі жасы жауындай күрсінсе демі дауылдай. Жалғызынан айрылған жаралы жанның зарындай. Жаралы жанның зарындай жырымды біреу қарма. Қайғырма енді нетейін.
Ай бабасынан безінген байыпсыз ұрпақ көбейіп бағытын бұрса ұларына. Діл марсып бәрі дінді айтып, дүмшелік дертін ұлғайтып, жамыраған көп надан жұртымды жарға жығарма. Қасымнан қалған қасқа жол қасқайып алдан шығарма. Есімнен қалған ескі жол ескіден ақыл сұрарма. Тәукенің жеті жарғысы тәубәмә қайта бұрарма. Нұрағам салған нұрлы жол. Ай қадірін қалай айтайын, тыныштықпенен бірліктің бағасын білмес бұларға. Қадірің бастан көшкен соң, қарттарым тілін кескен соң, қарағайдай қалқыма қарсы бір бұтақ өскен соң, қарсы бір бұтақ өскен соң, шырқырамай жаның шыдар ма? Саясат сүйген заманым салды ғой түлкі бұланға. Өзіңнен туған жас бала сақалын сипап төрді отыр. Ардақтамай басыңды, арамға теңе басыңды. Ұл-қызыңды шақырып ібіліс айтқан ұранға. Ағайыныңды арбайды айналып шұбар жыланға. Жихадсыз дінде құнт жоқ деп, мұсылмандықта ұлт жоқ деп, ұлт-ұлтқа бөлдік дейтұғын құлағын түрмес құранға. Құлағын түрмес құранға. Алыста жатқан шамшақар, ай алыста жатқан шамшақар, қайғысы қалың қаншақар. Мұсылманға мұсылман мылтығын кезеп қарсатар. Адасқан біреу болмаса, ал енді барар кім онда? Өз-өзін қорғай алмаған өзгеге пайда қылар ма? Ата-анасын сыйламас ата дінде тұрар ма? Шын бауырын сүймеске дін бауыры ұнар ма? Салтыңыздан сыр білмес, дәстүріңнен дым білмес. Ай шариғаттан шын білмес, қол бастаса қаснадан қалдырар қара. Тұманда елімді салмай ылаңға, ертеңімді алмай күмәнға. Аңғалда жомарт халқыма жар болшы жалғыз бір Алла. Жар болшы жалғыз бір Алла, жар болшы жалғыз бір Алла, жар болшы жалғыз бір Алла. Бәрінде мына екі көзіммен көрдім. Мұсылманды мұсылман қалай өлтіріп жатқанын көрдім. Бейбіт шаңырақтардың талқан болып, қабат-қабат үйлердің қирағанын көрдім. Жазықсыз жандардың көз жасын көрдім. Сендер оның қандай болатын білесіңдер ме? Айтыңдар. Ондай көздерге қарау мүмкін бе? Көз алдында ойнақтап жүрген сәбиінің езгіленіп қалғанын көрген ананың көз жасы қандай болады білесіңдер ме? Ата-анасынан айырылып, аштан бұратылған, жылауға шамасы жоқ баланың көз жанары қандай болады білесіңдер ме? Ондай көздерге қарау мүмкін бе?
емес. Қара былай тұрсын, тіпті жүрегің жарылып кете жаздайды, мүмкін емес. Ал олар қарайды. Мәз болып қарайды. Рақаттанып қарайды. Мен сондай мейірімсіз жандарды көрдім. Тас болып қатқан жүректерді көрдім. Алланың жолында жихад. Алланың алдында шахид. Сахабалар сынды тағвалар, мұсылмандардың керемет өмірі жоқ. Бұл айтылғандардың барлығы жалған, өтірік. Мен ол жақтан Алланың емес, шайтанның құзырында жүрген нәпсінің құлдарын көрдім. Тозақтың таңбасы түскен жүздерді көрдім. Сонда шынайы мұсылманның бет бейнесі осы ма? Балағымды тұрып, тобығымен қан кешіп жүріп істегендегі әділетті халифатым осы ма? Осы ма? Қалай адастым? Қалай адастырды? Қалай ғана ата-анамның кеудесінен итердім. Мен асырап баққан жандарды, мен үшін қаншама қиындыққа шыдаған аяулы жандарды қалай жылаттым. Жәннат аналардың табанының астында деген пайғамбарымыздың өсиетін біле тұра, қалайша басқа жерден жәннат іздедім. Әйел баламды еңіретіп, шаңырағымды ортасына түсірдім. Алланың халал еткендерінің ішінде ең жек көретіні ажырасу. Ал шайтанның ең үлкен жұмысы ажырастыру екенін біле тұра, қалайша әйеліме талақ беріп, айданаға тастап кеттім. Кешірші мені. Алланың ең жек көретін амалдарını жасап, өзімді ең жақсы мұсылманмын деп ойладым ба? Өз ұлтымнан, өз елімнен безініп, туған топырағымнан, ұлтымнан теріс айналып, ұлт-ұлтқа бөліп жараттық деген Құран сөзіне құлақ аспай, Құдайды керек қылмай, Құраныңды керек қылмай, қалайша Құдай жолында жүрмін дегенді ақылға сыйдырам, қалайша өкініш өсегімді өртеп барады. Ар азабына, ақырет азабына қалай шыдаймын? Құрметті ата-ана, сендер мені кешіресіңдер ма? Отбасым, отаным, сендер мені кешіресіңдер ма? Ей, адамдар, сендер мені кешіресіңдер ма? Кешір аласыңдар ма? Кешір аласыңдар ма? Құрметті мұсылман бауырлар, мен сендерге өтінем. Менің көргенімді көрмеулерің үшін, мен түскен жағдайға түспеулерің үшін менің қай жерден қателескенімді мұқият тыңдап алуларыңды сұраймын. Ең бірінші қателігім, білмейтінімді білем деп ойладым.
ислам дінінің сондай кең терең екенін ескермей шариғат үкімдері мына шолақ ақылыма салдым. Түбін танымай, мақсатын зерттемей, араб тілін білгеннің барлығын шейх санап, соңынан ердім. Имандай сендім. Солар көрсеткен жолдан басқа ешқандай жол көрмедім. 4 масқапты жиыстырып қойып, қаншама ғалымдар, қаншама даналар мен данышпандарды сырып тастап, Құран сүннетті өзім-ақ түсінем деп ойладым. Мешіттерімізден имамдарымыз кеп қанша рет сөз айтса да, ақыл айтса да, тыңдамадым. Әрбір сөзіне дәлелдеп тұрса да ойланбадым. Олардың барлығы білімсіз, адасқан деп білдім. Өйткені маған жеткен мәлімет осындай еді. Бірақ осы уақытқа дейін мешіттерімізден, имамдарымыздан білім алып жүріп түрмеге түстім. Адастым. Азапты өмірге душар болдым деген бір жанды кездестірмедім ғой. Соны біле тұра қателігіме бой алдыра бердім. Тура жолға келмедім. Қоғамдағы жағдайға байланысты шариғаттың өзгерілетінін ескермедім. Маңызсыз дүниелерді салмақтап жатпадым. Соның нәтижесінде мұстахаб, мүбах, сүннет амалдарын орындаймын деп парыз болған мұсылманның бірлігін бұздым ғой мен. Ханафи мазхабы, Матруди ақидасын ұстанған ата-бабаларының барлығын адасқан. Ғасырлар бойы шариғат шеңберіне қалыптасқан салт дәстүрім, әдет ғұрпымнан безіндім. Сөйттім де қателігімнің ең сорақысы намаз оқымайтындардың барлығын кәпірге шығардым. Туған туыс, бауырларым, ата-анамды аяусыз қинадым. Сөйттім де өзіме ең жаман орынды таңдап алдым. Құрметті мұсылман бауырлар, бауырым, егер де сенде осындай қате пікірлер болса, тезірек ақылға келші. Мен саған шын жүрегіммен бауырың ретінде айтам. Сен көрмеген Сирияны көріп келген, сен көрмеген соғысты көріп келген бауырың ретінде айтам. Олай ойлама. Ол жақ сен ойлағандай емес. Адаспашы бауырым. Адаспашы бауырлар, адаспаңдаршы. Алла кешірші мені.